91-нан бөлек жеке жұмысын жасауға әлі дайын емеспін деген бала осыдан бірнеше күн бұрын Нитромен бірге тың туындысын ұсынды. Бәріне сәлем, екеумізден. Бұл өлеңнің шыққанына 2 жыл болды, бірақ та біз қазір шығарып жатырмыз, өйткені басында бұл әннің бұлай адамдардың, тыңдармандардың жүрегіне жақын болатын аса қатты білген жоқпыз. Одан кейін бәрі шығарыңдаш дегеннен кейін шығарайын деп шештік. Ал жігіттердің бұл композицияны дәл қазір шығаруына тыңдармандарының реакциясы себеп болған. Біз енді бір күннің ішінде жазған өлең болатын, бір күнде тез жазып саған өлең болатын. Бірақ өйтіп қатты тарайтын білген жоқпыз да, одан кейін дедік та, құрсын дедік та, жаңағындай немен кірісуге тура келді. Туындыны 2 жылдан кейін ұсынсаңдар, бейнеклип жайлы сұрамай қоюға болатын шығар, Біз бейнебаян деп тағы жүрдік қой. Негізінде, бейнебаян түсірілу керек болды, бірақ та бейнебаянның түсірілімі ұзаққа созылып кеткендіктен біз біраз уақыт жоғалтып алдық, бірақ ақыр соңында өлең шығарайық деп шештік. Айтпақшы бала, дебют алатын кезегіңнен алға шығып кеткеніңе топтағы жігіттер ренжімей ме? Енді мен өзім жалпы бұл нәрсенің бәрін нақты бір дебют деп өзім есептемеймін. Сондықтан ағалардың жолын кестім деп ойламаймын. Ал бұлай негізіне келетін болсақ, енді бұл жай ғана бірінші трек, және бұл фит, сингл. Алдағы уақытта әрі жұмыстар әлі болады, ол бірақ әзір емес. Ал әндеріндегідей айға бірге ұшатын аруларың бар ма? Өте ашықпыз махаббатқа. Жариялайтындай махаббат жоқ әзірге. Күтіп жүрік. Сол бір ханшайымда. Кім бізбен бірге аспанға қиылады? Бізбен бірге 4-еуміз болып. Талай қыз кезекке тұратын болды. Ал қыздар, мүмкіндікті жіберіп алмаңдар. Айтпақшы, Нитрон махаббатыңды тезірек табу үшін топтың да жұмысын көрсету керек секілді. Қалай ойлайсың, қатты үнсіздікке кетіп қалған жоқсыңдар ма? Просто кішкене түсінем. Дайындалып жатыр материалдар, өте көп материал. Оның бәрін біз қазір деген ойластыру үстіндеміз. Яғни көбінесе қалай айтсам болады, әрбір мелочына дейін ойластырып, деп, мына жерде былай, мынандай отсылкалармен, осылай болады, осындай деген сияқты ойлармен бәрі. Ол өте көп жұмысталады, өйткені көп уақыт алады. Мелочтарын тезірек ойластырыңдар, әйтпесе уақытты жіберіп аласыңдар. Құрметті көрермендер, бала және Нитромен бірге жерден бір сәтке қиылғыларыңыз келсе, міндетті түрде туындыны тыңдай отырыңыздар.